Сәлем, қалайсың, Әлішер? Сәлем, жақсы, өзің қалайсың? Тамаша, бүгінгі күніңіз қалай басталды? Өте күшті басталды. Өзіңіз жайлы айтып бересіз бе? Қысқа-нұсқа Мен немен? Исмаилов Әлішер, театр және кино актерімін. Астана музыкалық жас көрермен театрында қызмет етесіз. Ол театрға қалай кірдіңіз? Жалпы театр әлеміне келу туралы. 2020 жылы театр ашылған бойда біз основатель болып, сол ағайымызбен, ұстазымызбен бірге сол ұстазымыз ашқан театрда жұмыс бастап жасап келатырмыз. Неге дәл осы бағытты таңдадыңыз? Мен кішкентай кезімнен өнерге жақын болдым, сондықтан өнерге келдім. Мүлде бір келіспейтін рөлдеріңіз бар ма? Өзіңізге бір жат, ұнамайтын? Ұнамайтын деп айта алмаймын, бірақ кішкене келмейтін рөлдер болады. Мысалы, Гауһартастағы Әскербек деген рөл жан дүниеме кішкене сәл болсын келмейді деп ойлаймын, бірақ мен оны шығарып, жаңағындай жақсы ойнап, соны қалай айтсам болады, шығаруға тырыстым енді. Алып шықтым деп ойлай алатын. Бір рөл үшін қандай құрбандыққа бара аласыз? Мен рөлге байланысты любой құрбандыққа бара аламын деп ойлаймын. Кез келген демек, кез келген нәрсені істей аламын деп ойлаймын. Жалпы театрда, кинода актерларға не жетіспейді деп ойлайсыз? Ең бастысы ақша жетіспейді. Шынымен де. Егер ақшасы жететін болса, актерға ол тек рөлін ойланып, солмен ғана жүреді, жұмыс жасайды, сол кезде өте мықты актерлар шығады деп ойлаймын одан да. Актерда болу керек бір үш қасиетті айтыңызшы. Осы нәрсесіз болмайды. Шынайылық, тәртіп және қарапайымдылық деп ойлаймын. Соңғы түскен жобаңыз жайлы айтып беріңізші. Соңғы түскен жобам «Мама» атты кино. Ол Орал қаласында түсірілген драма. Өзіңізге ұнамайтын, бірақ жиі қойылатын сұрақ қандай? Өзіме ұнамайтын, бірақ жиі қойылатын сұрақ мен көп қойындай. Мысалы? Мысалы, қайсын айтсам болады? Өнерге жарайды, маған айта салайын. Қашан үйленесің деген сұрақ. Жеке өмірге байланысты сұрақтарды. Алдағы бір жоспарыңызбен бөлісіп өтіңізші. Алдағы жоспар берсе, Астанада сол жаңағы музыкалық жас көрермен театрдың ұжымымен бір жаңа спектакль қою. Атырауға алғаш келуіңіз, қандай әсердесіз? Бір атыраулықтарға бір сәлемдеме болса, осымен қысқа-нұсқа сұрақ. Маған Атырауда бәрі ұнап тұр. Бір ноғаны бар. Қандай? Жаңағыдай бітіқана мен маса деп аталатын сондай бір нәрселер қатты кішкене ыңғайсыз екен. Атырау жастарына бір сәлемдемеңіз болса, осымен аяқтайық. Атырау жастары, сәлем. Все, рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.